Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін үй жағдайында корей мантысы пигоди жасап көрсетемін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен біз пигодидің қамырын ашытамыз. Електен өткізіп алған ұнға тұз, ашытқыны салып, үстінен су құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап қолмен араластырып, қамыр илейміз. Және де қамырымызды илеп болғаннан кейін бетін жауып, жылы жерге шамамен 1 сағаттай ашығанша қоямыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз 2-3 есеге үлкейіп ашыды. Енді осы қамырды таразының көмегімен 70 грамнан бөліп домалақтаймыз. Егер сіздерде таразы болмаған жағдайда көз мөлшермен бөліп алсаңыздар болады. Құрметті қыз-келіншектер, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қазақша контентті қолдай отырыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да керемет көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Барлық қамырды бірдей етіп бөліп алдым. Енді барлығын домалақтап, бетін жауып, 10-15 минут шамасына демалдырамыз. Ал сол аралықта біз пигодидің салмасын дайындаймыз. Мен 40 қабатты, яғни капустаны ұсақтап турап алған болатынмын. Үстіне 1 шай қасық тұз салып, капустаның көлемі азая түскенше жақсылап мұжатын боламыз. Жақсылап мұжып болғаннан кейін бір шетке қоя тұрамыз. Фарштың үстіне пигодиіміз дәмді болу үшін құйрық май турап қостым. Егер құйрық май болмаса, орнына сұйық май қоссаңыздар болады. Және де пиязымызды, одан кейін сарымсағымызды қалауларыңыз бойынша дәміне қарай тұз, бұрыш, кез келген дәмдеуішті қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Келесі кезекте жаңағы шетке алып қойған 40 қабатымызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Сонымен біздің салмамыз дайын болды. Барлық құрамын, яғни ингредиенттерін төменге описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Жаңағы майда қамырларымыз 10-15 минут демалды. Енді міне дәл видеодағыдай пигодиімізді түйіп шығамыз. Дәл видеодағыдай қарап, асықпай түйіп шықсаңыздар болады. Немесе қазір мен екінші түрін көрсетемін. Самсаны түйгендей етіп түйіп шықсаңыздар да болады. Өте дәмді және оңай тағам, сондықтан да міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Міне дәл осылай ұйғыр мантысы сияқты түйеміз. Егер де сіздерге олай түйу қиын болса, міне видеода көріп тұрғандарыңыздай самса тәрізді етіп түйсеңіздер де болады. Ешқандай да қиындығы жоқ. Видеоға қарап, асықпай жасаңыздар. 1-2 жасағаннан қолдарыңыз үйреніп, әдемі болып шығатын болады. Барлығын түйіп болған соң мантаваркамыздың табағын майлап, арасын ашық етіп орналастырамыз. Өйткені пісу барысында пигодидің қамырының құрамында ашытқы болғандықтан ісініп үлкейе түседі. Сондықтан да дәл осылай видеодағыдай арасын ашық етіп орналастырамыз. Осы аралықта суды қайнатып қоюды ұмытпаймыз. Орташа отта пигодилерімізді 40-45 минут шамасында пісіріп аламыз. Ал пигодиіміз пісіп шыққанша пигодимен қосып жейтін біз сәбіз салатын жасайтын боламыз. Ол үшін арнайы үкіштен сәбізімізді өткізіп аламыз және де тұз сеуіп, одан кейін уксусымызды құйып, осылай әбден мұжып аламыз. Және де арнайы соусын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сарымсақ қажет болады. Сарымсақты да үкіштен өткіземіз. Және де паприка, сосын осындай чили деген арнайы дәмдеуіш бар, соны қосып, осылай ыстық майды құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Сұйық май міндетті түрде қызып тұрған болуы қажет. Сол кезде сәбіз салатымыз өте дәмді болады. Енді осы соусты жаңағы сәбіздің үстіне құйып, қалауларыңыз бойынша кез келген дәмдеуішті қосып жақсылап араластырасыздар. Мен бұл жерде қара бұрыш және де кептірілген кинзаны қостым. Сөйтіп жақсылап осы видеодағыдай араластырамыз. Осымен сәбіз салатымыз дайын. Дүкеннен сатып алмай-ақ осылай үй жағдайында жасасаңыздар болады. Ал міне біздің пигодиіміз пісіп шықты. Енді сәбіз салатты қалауларыңыз бойынша соусты және де кетчуп қосып отбасыларыңызға ұсына берсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Видеом ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айнұр. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.